Сәлем, қайырлы таң. Мен жаңа ғана тұрдым. Бүгін алдым, бірақ қазір маған басу керек, басым өте жаман болып кетті. Маған бір керемет ой келіп тұр. Мен күні бойы сабақ оқуға қанша уақыт жұмсайды екенмін. Соны бүгін тексеретін боламыз. Қазір өзімді ретке келтіріп алайын. Содан кейін білімнің тапсырмаларын дайын. Мен бүгін өте кеш тұрдым, сағат 10:30-да тұрдым. Қазір сағат 11 болды. Онлайн болса дәл осылай өте кеш тұрамын. Мен түске дейін өзімнің сабақтан бөлек заттарын істеп алдым. Үйдің бір-екі жұмыстарын жасадым. Сонымен енді түстен кейін уақыттың барлығын ұбт-ға арнаймын, және де контентке арнаймын. Қазір сағат қанша? Сағат 1:30. Тамақ ішіп алдым, енді сабаққа отырғалы жатырмын. Қазір бірінші білім алаңынан 1-2 тапсырма орындап тастаймын. Бар ма жоқ па білмеймін, қараған жоқпын. Сонда қарап орындап тастайын, бар болса. Мен сол. Еще мен күнде дәл осылай киініп жүрмеймін. Бұл сендерге қарауға ыңғайлы болу үшін, ыңғайлы болғанда мен ыңғайсыз киіммен отырсам, сендерге де қарауға ыңғайсыз болады ғой. Қазір компьютер қосайық, сосын жұмысқа кірісеміз. Сосын мен бүгін осыларды бір қайталап шығам, стикерлерді. Сосын өзім білетін нәрселерімді алып тастаймын. Сосын мына жақта да стикерлер бар, бұлар мүлде маған ұнамайды, соны алып тастаймын. Бұларды азайту керек болды, азайту керек. Мынауымды қосып қойайын. Күшті болды. Сол жаңа түске дейін үйдің шаруаларымен жүрдім. Мен енді қазір сабақ отырғалы жатырмын. Қазір бізде сабақ онлайн түрде болып жатыр. Сондықтан да неге мен YouTube аштым. Сондықтан да мен не істеймін? Кеш тұрамын. Кеше мен көп приложениялар жазып алған болатынмын. Қарайсыңдар ма? Мынау YouTube. Бұл жай ғана YouTube емес. YouTube-тың приложениесі. Мынау Instagram. Менің Instagram-ым. Осы жерде түрлі посттары бар. Одан кейін менде чек-лист бар. Осы жерде чек-листі қалай алу керектігі жазылған. Сілтемесін қалдырамын. Соған кіріп қарасаңдар болады. Мұның ең бірінші посты негізі мына жақта болған. Мінекей. Мынау ең бірінші посты. Одан кейін біраз уақыт өткен соң мына тағы да пост істедім. Енді тағы да бір пост жасау керек секілді. Астында қалып кетті, ешкім көрмейді оны. Мынандай парақша аштым. Бұл AdConny деп аталады, яғни жарнама. Ат деген жарнама емес пе? Егер жарнама туралы бірдеңе қалай жазғыларың келсе, осында жазсаңдар болады. Енді мен не істеймін? Қазір бірінші білім алаңын ашып музыка қосып қояйық. Әрқайсының ішіне бассам, мындай бірдеңе шығады екен. Мынандай мен жұмыс жасасаң ертең. Мектептің ішіндегі болып жатқанның барлығы осы. Қарай орындайды.
Менің стикерлерім жайлы көп сұрайды, осы жолы жауап берейін. Негізі бұл стикерлер маған ұнамайды, алып тастағым келеді, бірақ көбісін білмегендіктен, ұмытып қала бергендіктен алып тастай алмаймын. Кейде дәл осылай білетіндерімді, енді бұдан қателеспеймін дегендерді алып тастаймын. Күнде жаңа нәрсе үйренгендіктен алып тастағанмен тағы да жабыстырып қоямын. Солайынан қабырғадағы стикерлер әлі де тұр. Стикерлерді қандай реттілікпен қоясың деген сұрақтар болған. Негізінен бұл жерде математикада, физикада, тарихта бар. Көбінесе пән бойынша немесе тақырып бойынша орналастырамын. Негізінен орналасуына қатты мән бермеймін. Кейбіреулерін білмейді екен. Мыналарды дәл осылай қалдырамын, ал мыналарды қайтадан жазып шығамын. Себебі бұл жердегі ештеңе көрінбейді. Мен физика талдап болдым, енді қазір тарих оқимын. 7-ші сыныптың тарихын алайын. Соны оқимын. Болды. Бірақ оны түсірмеймін. Математика талдамадым, талдағым келмей кетті. Енді қазір физикадан кітап оқимын. Қандай кітап оқимын? Оқимын, алдынан бері жазып жүрмін 11-ші сыныпта. Білсеңдер, мені бұрыннан көретіндер болса, мен 10-ші сыныпта бастағанмын, бірақтан мен оны байқамай тасып кеттім. Басындағы
тақырыптар мен үшін өте қызықсыз болды. Сондықтан да өкінішке орай оны енді оқып жүрген жоқпын. Қазір 11-ші сыныпта оқып жатырмын. Айнымалы тоқ дегендерді оқып жатырмын. Маған өте қатты ұнап жатыр, күшті тақырыптар. Осы тақырыптарды соңына дейін барғызатын боламын. Одан кейін бұда оптика, өте қызық тақырыптар 11-ші сыныпта. Соларды оқимын, бірінші оқып аламын. Одан кейін мен үшін жаңа заттарды дәптеріме жазып отырамын, қасендерге. Одан кейін дәптерімді де көрсетемін. Мынаны шешіп қояйын ба? Бітіріп тұрмын. Негізі мен бұл тақырыптардың барлығын білемін, бірақтан да ішінде болып жатқан құбылыстарды ондай қатты біле бермеймін. Бойынша формулаларды жақсы білемін, бірақтан сол физиканың өзінің құбылыстарын тағы да зерттеп оқу керек болып тұр. Сондықтан да осылай тақырыппен оқып жүрмін. Мына менің дәптерім бұл жай ғана көк дәптер болған. Алдындағыдай сыртын алып тастаған болатын. Сөйтіп осындай ішінен ақ парақ қана шықты. Бұл конспектімді бұрын көрген боласыңдар бір study time'да. Одан кейін мына жерден бастап 11-ші сынып. Так, бастаймыз. Айнымалы тоқ тізбегіндегі актив кедергісі. Бірінші тақырыпты оқыдым, есептерін шығардым. Енді екінші тақырыпқа кетіп бара жатырмын. Бірақ оны түсірмеймін, тек қана оқимын. Тоқтамайым, үшінші тақырыпқа кеттік. Үш тақырып оқып болдым. Кухняны реттеуістіруім керек. Содан кейін ертеңге бір видео шығарым кеп тұр. Негізі мен аптасына бір видео шығаратын едім, бірақтан видеоның шығуын өзгертіп, қазір соны бастаймын. Ертең аяқтап, сонымен шығарам ертең. Ол видео барлығына қажетті видео. Тез-тез жасап тастайын. Сағат менде 9:40 болды. 10-нан 12-ге дейін видео жасаймын, сонымен ұйықтайтын шығарым. Қорытындыласақ, дәл осы күні 4,5 сағаттай оқыған екенмін. Барлық күндер дәл осылай өтпейді. Кейде бұдан да аз немесе көп оқитын кездерім болады. Көптен сұрап жүрген сұрақтарыңа жауап бере алатын болдым. Күнімнің 4-5, кейде 6 сағатын дайындыққа арнаймын. Келесі видеода кездескенше, сау бол.